Қайырлы күн баршаңызға, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айжан. Мен бүгін сіздермен пончиктің рецептісімен бөліспекшімін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Видео ұнаса лайк және комментарий жазуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта мен әртүрлі рецепттер салатын боламын. Ең алдымен бізге керегі сүт, құрғақ ашытқы, қант, сары май, жұмыртқа, тұз, шым және де ұн. Пончигімізді дайындай бастаймыз. Ең алдымен біз апара дайындаймыз. Ол үшін жылы сүтіміздің үстінен ашытқыны салып, қантты салып, және де 2 ас қасық ұн салып, жақсылап араластырып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут уақытымыз өткеннен кейін біздің апарамыз міне осылай болып, күшті болып көтеріледі. Енді апарамыздың үстінен ерітілген сары май құйып, жұмыртқа салып, шым тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды електен өткізіп, ақырындап қосып араластырып отырамыз. Мен ең алдымен венчикпен араластырдым. Одан кейін қамырымыз қойылуына бастағаннан кейін қасықпен араластырдым. Одан кейін барлық ұнды електен өткізіп салып, қолмен қамыр иледім. Ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер, сонда біздің қамырымыз воздушный, керемет болып шығады. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді қолымызға шамалы сұйық май құйып, қамырдың үстіне жағып қоямыз. Қамырымыздың бетін пищевая пленкамен немесе сүлгімен жауып, кем дегенде 1 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз 2 есе ұлғаю керек. Мен бүгін жарты пончиктарымды осындай начинкамен жасаймын. Менде вареная сгущенка деп, осылай одноразовый мешочекқа насадка салып, сгущенкамды салып дайындап қоямын. Міне достар, видеода көрсетілгендей менің қамырым күшті болып көтерілді. Енді қолыма кішкене май жағып, қамырымды 2-ге бөліп аламын. Қамырымыздың үстінен кішкене ұн сеуіп, жақсылап оқтаулап аламыз. Мінекей қамырымызды оқтаулағаннан кейін мен осындай арнайы кескішпен кесіп аламын. Сіздер өздеріңізге қандай ыңғайлы стақанмен немесе кесемен кесіп аласыздар. Нанымыздың қалыңдығы осындай болу керек. Енді пешімізге табамызды қойып, көп мөлшерде май құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін біз пончиктерімізді салып, 2 жақтан қызартып қуырып аламыз. Пончиктарымыз біздің өте воздушный, нежный болып, күшті болып шығады. Енді осылай пончиктің жанын пышақпен ақырындап кесіп, жаңағы дайындап қойған начинкамды ақырын саламын. Негізі бұл пончиктердің ортасына заварной крем, немесе нутелла, немесе шоколадпен сливкиді ерттіп, сонда салуға болады. Мен дайын болған пончиктардың үстінен осы сахарная пудра септім.